71 беттегі етістік деген тақырыпты ашамыз. Сондағы бірінші жаттығуға қараймыз. Дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазып аласыңдар. 6 сәуір сынып жұмысы бірінші жаттығу. Арғай тапсырма орындаймыз. Бірінші жаттығуда суреттен көктемнің қандай белгілерін байқадың? Балалар не істеді? Балалардың қимылын, атауларын білдіретін сөздерді ата деп тұр. Өзіңе ұнаған суретпен сөйлем құрап жаз депті. Қимылды білдіретін сөздің астын сыз депті. Енді осы тапсырманы дәптерге орындаймыз. Орындап болғаннан кейін мына дескриптор арқылы жұмыстарыңды тексересіңдер. Өздеріңе ұнаған суретпен сөйлем құрап жазады. Қимылды білдіретін сөздің астын сызады. Осы тапсырманы орындаймыз. Келесі, екінші жаттығу. Екінші жаттығу сөйлемді қатесіз түзетіп жаз депті. Бұл жерде қарамен берілген сөздер қандай сұраққа жауап беретінін және айтамыз. Бие мөңірейді, түйе мияулайды деп қойған. Бұл жерде бие мөңірей ме, балалар? Әрине, оның қимылын білдіріп тұрған сөз дұрыс емес. Бие кісінейді. Сол сияқты әр берілген заттың қимылдарын дұрыс қойып жазамыз. Сұрақтарға жауап береміз. Келесі үшінші жаттығу. Бұл жерде мәтін берілген. Мәтінді жақсылап оқимыз. Содан кейін мәтінге ат қоямыз. Мәтіндегі етістіктерді алып тастап оқып көреміз. Сонда ол қандай жағдайға күйге түсті? Егер де етістік болмаса, яғни сөйлемнің мағынасы дұрыс болмайтындығын байқаймыз. Жасаған жұмыстарыңды жазып жібересіңдер. Төртінші жаттығу. Бұл жерде мәтінді негізгі сөздің мағынасына қарай етістік қойып оқы дейілген. Яғни етістіктері берілмеген, етістіктерді өзіміз қоямыз. Көктемде болатын құбылыстардың реттеріменен. Мысалы, көктем келді, ары қарай жер қарайды деген сияқты. Солай жазып орындаймыз дәптерімізге. Және сол қойған етістіктеріміздің астын сызып қоямыз. Енді осы тапсырмаларды орындағаннан кейін сіздерге үй тапсырмасы 73 беттегі 5-ші жаттығуды орындаймыз және жаңағы 72-ші беттегі ережені жаттаймыз.